Сәлем достар, бүгін сіздермен ләңгі тебу барысында жанжы деген элементті үйренетін боламыз. Бұл жанжы ең қиын элементтердің бірі. Қазір мен сіздерге қалай жасау керектігін үйрететін боламын. Алдымен жанжыны сіздерге бір көрсетіп берейін. Мұқият болыңыздар. Құрметті достар, кішкене еңкейеміз. Сол аяқты алға шығарамыз. Оң аяқ. Ішке қазір көтереміз. Қараңыздар міне. Отырдым. Сол аяқ, оң аяқ. И осы жерде кішкене ғана секіретін боламын. Достар, мұқият болыңыздар. Ұялы телефондарыңызды, гаджеттеріңізді полкаларыңызға қойып қойыңыздар. Өйткені бұл жанжы ең қиын элементтердің бірі болып есептелінеді. Кішкене еңкейем. Сол аяқты алға шығарам. Оң аяқты ішке көтерем. Қараңыздар міне. 1, 2. Ал енді жанжыны мен сіздерге жалпы түрде жасап көрсетейін. Көрдіңіздер ғой? Мен кішкене еңкейдім, аяқты шығардым. Міне, осылай. Ал люрі, сіздер люрімен жанжыны шатастырып алмаңыздар. Ал люріні мен тұрып жасайым. Ол кезде дененің иықтығымен, көздің қырағылығымен, ширақтығымен люріні жасадым жаңа ғана. Ал енді люр мен жанжының айырмашылығы жер мен көктей. Өйткені люріні біз тұрып жасаймыз, ал жанжыны кішкене иіліп жасаймыз. Қараңыздар міне. Мен сіздерге өткен сабақта көрсеткен люріні жасап берейін. Көрдіңіздер ғой? Ал жанжы мен кішкене иілем, кішкене отырам, сол аяғымда алға шығарам, оң аяқты ішке көрсетем. Қараңыздар міне. Достар, мұқият болыңыздар. Көрдіңіздер ме? Мен қазір тепе-теңдікті жоғалттым. Одан кейін мен қатты бір иілдім. Негізі қатты да емес, орташа да емес, соның деңгейінде ғана жанжыны тебетін болам. Қараңыздар міне. Көрдіңіздер ғой? Мен бұны қалай қағып алдым? Көздің қырағылығымен, көздің ептілігімен қағып алдым. Көрдіңіздер ғой? Құрметті достар, бұл элемент жанжы деп аталады. Бұл элементті өздеріңіз көріп отырғандарыңыздай, бұл элемент кішкене қиындықтар туғызуы мүмкін. Сондықтан, құрметті достар, мен сіздерге айтам, ең бірінші ләңгі тебу барысында аяғымызға мән берейік. Аяғымыздағы, мысалы мен қазір ішінен бейін турап алдым. Одан кейін қалың нәски, қалың аяқ киім. Өткені ләңгі тебу барысында оның астында өткен сабақта айтып өткендей қорғасын жапсырылған. Ол ләңгі тебу барысында сіздің өкшеңізге немесе тобығыңызға зақым келуі мүмкін. Сондықтан, құрметті достар, жанжы тебу барысында өте сақ болыңыздар және мұқият болыңыздар. Қараңыздар, мен сіздерге тағы да жанжыны қалай тебу керектігін көрсетейін. Мысалы, осындай жанжы тебу барысында сіздердің қағыстарыңыз, элементтеріңіз шықпай жатса, ләңгімізді әдемілеп, жаңағы ешкі жүнінен немесе қойдың жүнінен жасалған ләңгімізді кішкене тарап, ретке келтіріп, өткені ауада әдемі ұшатындай болуы үшін. Ал егер сіздің ләңгіңіз мұж-мұж болып тұрса, ол қанша жерден қағысты күшті жасаңыз, бәрібірде ләңгіңіз өзіңіз ойлаған, діттеген мәресіне жетпейді. Міне, құрметті достар, қараңыздар міне, мұқият тарап аламыз. Енді бұл да бір доптың бірі сияқты ғой. Мысалы, допты көшеде балалармен ойнаймыз, тебеміз, оған жел беру керек. Кішкене үйге барғаннан кейін добымызды жуып, ертең бір жақсы қалыпқа келтіретіндей, жақсы ойын көрсететіндей, добымызға да бір өзіміздің ынта жігерімізді, көңіл күйімізді білдіріп қойсақ, топта ертең жақсы бір ойын көрсетеді.
сол сияқты ләңгімізді бір асықпай баппен тарап, одан кейін міне жаңағы айтып өткендей жәнж деген элементке көшетін боламыз. Көрдіңіздер, достар, аяғымызбен, оң аяқпен сол аяқ бір-біріне қайшыланбай қалу керек, өйткені қайшылану барысында сіздер жарақат алып қалуларыңыз мүмкін. Мысалы, мен көрсетіп өткенде міне көрдіңіздер, мына аяқ қатты ашық болмау керек. Жаңағы өткен сабақта айтып өткендей, иықтың көлемі аяқтың деңгейімен бірдей болу керек. Қараңыздар міне. Көрдіңіздер ғой? Бұл элемент жәнж деп аталады. Қағыс жасадым, міне қараңыздар. Қағыс, одан кейін көрдіңіздер. Мен ойлап қалмаңыздар, бұл люр деп. Люрді мен қатты секірем. Ал жәнжде бір қалыпта, бір деңгейде секірдім. Мен сіздерге қазір люрді көрсетіп берейін. Көрдіңіздер ғой міне. Құрметті достар, бұл қазақтың ұлттық ойындарының бірі ләңгі. Оның ішінде жаңа айтып өткендей элементтің атауы жәнж деп аталады. Ал енді өткен сабақта люр мен қағысты көрсеттім. Ал енді осы сабақ жәнжіні көрсеттім. Құрметті достар, сіздерге тапсырма осы жәнжіні мұқият қарап үйлеріңізде қайталап көрсеңіздер болады. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі сабақта жүздескенше аман сау болыңыздар.